Берікжан Біләшұлы деген адамды мен ешқандай ұнатпаймын, бірақ оның көтерген бірнеше тақырыптары өте дұрыс. Қалада келе жатасың, мұңсыз кәпе, дыбырсыз тас жол. Осы қазақ деген халықтың ешқандай үлкен бір бөлігі түкке ойрандалып жатпағандай. Кейде Қытай қазағы осы ел үшін басқа бір ұлт секілді болып кетеміз. Шындығын айтқан кезде соны ойласам жүрегім бірден жараланып кетеді. Әйтпесе неше жыл бойы қырғын көріп жатқанда бір мәу дейтін еді, билік болмаса да халық болып мәу дейтін еді. 5 баланың өліміне өре түрегелген Қазақстан ол жердегі неше жүз мың қазақтың қырғынын, қамауын, қорлануын, қыздарының зорлануын қаперіне алған жоқ. Жалпы ол жерде менің 6 атамның моласы жатыр. 9-шы атамның моласы ғана Зайсан ауданында. Қалғандардың бәрі сол жерде. Мен ата-бабамның моласын сағындым. Мен ол жердің жылқыларын сағындым, тауды сағындым. Тіпті үй маңындағы шөлді мекендейтін кесіртке жыландарын да сағындым. Мен ол жерден кетер кезде бірі тоқтысын сойып, бірі қымызын құйып, маңдайынан сүйіп, арттағы еліңді ұмытпа деген болатын. Сол жақтағы елдің ешкім жоқтамайтын қақысы өзегімді жеп барады. Егер қалыңдықтың құшағын ұмыт, әдебиет мәдениет жайлы жоспарыңды ұмыт, тіпті атыңды да ұмыт, отан жайлы, ұлт жайлы бір маңызды неше жыл жұмсайтын тапсырмаға барасың дейтін болса, мен бірден баратын едім. Осы Қазақстан Республикасының амандығы, осы елдің осы күйінде тұруы, осы шекараның сызығында халықпен ғана есептеледі деп ойлайсыз ба? Кеше күні қырылған халықтың, әр жердегі әр тарапта қырылған халықтың, сол жердегі иманды адамдардың дұғасынан осы ел барлыққа келген жоқ па? Алтай мен Тарбағатай деген аймақтан 100 мың қазақ Гималайға ауғанда, Үндістанға ауғанда, небәрі 2 мың қазақ қана Кашмирға жетті. Сол кезде қалип алтайлар бозбала еді. Сонда күңгірлеген тау кешке дейін дұға етеді. Қазақ деген бір халыққа тыныштық бер, мемлекет бер дейді. Осы дұға қабыл болмайтын секілді, Құдайдың құлағына жетпейтін секілді түңіліп, қырыла береді. Міне Түркияға кейін келе ат басын тіреген қалип алтай әбден қартайған шағында бір күні Қазақстан деген ел болды, қазақтың енді өз елі болды деп естіді радиодан. Сол кезде сол жерге жата қалып сәжде етті. Апырау, Гималай түбіндегі сол дұғаларымыз қабыл болады екен ғой, Құдайдың құлағына шалынады екен ғой деп зар илеп дұға етті. Міне сол қазақтың, сол елдің бәрінің осы елдің республика болып тұруында үлкен үлесі бар, қан кешуі бар. Міне осының бәрін не үшін біз жоққа шығарамыз? Не үшін ара түспейміз? Тым құрғанда қазақ деген халықты ұлт ретінде емес, этностық бірлестік ретінде ғана түсінетіндер көп. Егер сөйтіп түсінетін болсаңыздар, тым құрса руларыңызды құтқарып қалыңыздаршы. Жалпы Найманның 55% Қытай қазағының ішінде отыр. Керейдің 70% Қытай қазағының ішінде отыр. Албаның нақ жартысы Қытай қазағының ішінде отыр. Суаның 20%, Уақтың 30%, Қожа Төре Төлеңгіт, Шапырашты Дұбылат, Шәнішқылы, Жалайыр Қоңыраттың бәрі де бар. Тым құрғанда солар үшін, сол бауырларыңыз үшін бір ауыз сөйлеп, осы қазақ деген халықтың тағдырына бір-бірін қосатын болсаңыздар, мүмкін бір жақсы шешімге себепкер болар еді ғой. Ешқандай шуға, айғайға, төбелеске шақырып отырған жоқпыз. Бар болған сол жақтағы қазақ деген бүйрегіңіздің бөлшегіндей болған халықтың қақысы өзегімізді жеп барады. Ешкім ештеңе демейді бұл жерде қазір.